Алматының мектептерінде адалдық алаңы жобасына белсенді атсалыса бастады. Директорлар шағын бөлмелерге ауысып, аумағы ат шаптырым кабинеттерін қоғамдық игілікке беруде. Мектеп пен ата-аналар арасы жақындап, ұрпақ тәрбиесімен адал қоғам қалыптастыру жобаның басты мақсаты екен. Алматының 204 мектебінде ата-аналарға арналған дәл осындай қонақжай бөлме ашылған. Біз тұрған мына бөлме мектеп директорының бұрынғы кабинеті, ол осы жоба үшін өз кабинетін босатып берген. Бұл жобаның басты мақсаты мектеп пен ата-аналар арасындағы байланысты нығайту. Ата-аналар үшін әртүрлі тақырыпта тренингтер, пікір таластар, дөңгелек үстелдер өткізіледі. Сонымен қоса мектеп психологы оқушылармен психологиялық тренингтер, жекелей сұхбаттар және релаксация жүргізуге мүмкіндігі болады. Кең кабинетін ата-аналар мен оқушылар үшін босатып берген директор қазір шағын ғана бөлмеде хатшысымен бірге отыр. Өзге әріптестерінде Алматы адалдық алаңы жобасын қолдауға шақырады. Бүгінде қаланың барлық мектептерінде адалдық дүкені ашылған. Мұнда ешқандай сатушы жоқ. Оқушылар қалаған затын сатып алып, ақшасын қалдырып кетеді. Әркімнің адалдығы сынға түсетін осындай бастамалар арқылы қоғамда тәрбиелеуге болады, дейді жоба ұйымдастырушылары. Метрода адал жол несі ашылды. Сол сияқты көптеген шаралар жұмыс жүргізіледі. Адалдық алаңы деген сөз, енді Алматы өз қаламыз, өзіміз патриотымыз болғандықтан, біздің елімізде, біздің қаламызда бәрі таза болса, жемқорлық болмаса екен деген оймен жастарды бастап отырдық. Ата-аналар қонақ бөлмесінде оқушының білімі мен тәрбиесіне қатысты кез келген даулы мәселені жан-жақты талдауға да болады. Жаңа жоба арқылы мектеп ата-анаға жақындай түссе, мемлекеттік қызмет көрсету басқармасы үшін жұмыс сапасы артатыны анық. Жоба ұйымдастырушылары мектептегі қарым-қатынастың жаңа форматын қоғам дамуының бастауы санайды. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.